Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі және дәмді болып шығатын шабдалы және жүзімнен компот жасайтын боламыз және қысқа сақтаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен жемістеріміздің барлығын тазалап жуып аламыз және банкілерді де тазалап жуып, банка және қақпақтарды стерильдеп аламыз міндетті түрде. Ал енді қатты үлкен емес жүзімнің бөліктерін барлық банкіге салып шықтық. Ал сізде шабдалы қандай түрі өзіңіз қалауыңыз бойынша. Менде түгі жоқ шабдалы тазалап жуылған 4 бөліктен 2 литрлік банкіге салып шықтым. Енді қатты қайнап тұрған суды үстіне құямыз барлығына. Толтырып құю маңызды емес, ең маңыздысы жемістердің барлығын жауып тұратындай су болуы керек. Осылай барлығын құйып шығып, үстін орап, бір 40 минут шамасында қалдырамыз. 40 минут 1 сағат жетеді. 40 минут уақыт өткен соң, суын төгіп, қайта ыдысымызға. Үстіне қайта су құюды ұмытпаңыздар, себебі біздің кей банкілерде суымыз аздау. Сондықтан үстіне тағы да су құйып, суын қайнатамыз, дәл сол суды. Қайнатамыз. Әрбір банкіге, менде 2 литрлік банкі 200 граммдық бокалға толтырмай, яғни қатты толмаған етіп шекер салып шығамыз. Банкіден құйып алған суды қатты қайнатып, өте сақырлап қайнатып, банкілерімізге қайта құйып шығамыз. Толтырып құямыз, қақпақтарын жауып, жапқышпен өзіңіз қандай жабасыз, қалай жапқышпен, сол жапқышпен жауып, төңкеріп, бетін қалың плетпен орап тастаймыз. Бір күнге қалдырсаңыз тіпті жақсы, себебі біздің шабдалыларымыз тез пісетін жеміс емес, сондықтан бір күнге үстін плетпен орап тастаңыздар. Міне біздің компоттарымыз дайын. Дәл осылай жасап жүргеніме бірнеше жыл болды. Өте дәмді, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.